Қалайсыздар? Бүгін 47-ші сабақты өтейін деп отырып, бұл 47-ші сабақта what, which, how деген специальный сұрақтарды үйренетін боламыз. Арнайы ағылшын тілінде осындай арнайы сұрақтар бар. What, which, how деген. Осы what, which'тер кейбір кезде өзі келеді, ешқандай бір қосымша бір есімдіксіз. Кейбір кезде қосымша есімдіктер болады. Осыларды үйренейік. Қалай сөйлем сұрақ қоюды. What және сол whatқа noun есімдік қосылуы. Мысалы, what color қандай түс. What деген қандай. What color қандай түс. What kind қандай түрі деген сияқты. Астындағы мысалдарды қарап көрейік. What color is your car? Сенің машинаң қандай түсті? Қандай түсті? What color? Қандай түсті? Астында қарайтын болсақ, what size? Қандай размерлі? Деген сияқты. Мысалы, what color is your car? Сенің машинаң қандай түсті? Сонда, what деймізде, whatқа есімдік қосамыз. What color болады. Содан кейін, сол грамматика сол бұрынғыша. Содан кейін қосымша етістік is алға шығады. Содан кейін subject your car деген содан кейін келеді. Where дейтінде де солай болды ғой. Where are you деген сияқты. Мұнда да what is you деген сияқты. What is your деген сияқты. Бірақ what color деп қосымша есімдік қосамыз. What color, what size, what time, what kind деген сияқты. Астыңғы мысал what size. What size in this shirt? Сенің көйлегің қандай? Өлшемі қандай? Размері қандай? What time is it? Уақыт қанша болды? What time is it? Is it? What time is it? Уақыт қанша болды? What kind of job do you want? Сен жұмыстың қандай түрін қалайсың? What kind деген қандай түрін? What kind of job? Кітаптың қандай түрін? Немесе what type деп айтуға болады. What type of job? Немесе what sort of job? Осылардың барлығы бір мағынада. What type of job do you want? Деп айтуға болады. Сенің көзіңнің түсі қандай? What color are your eyes? Сенің көзіңнің түсі қандай? What make is your TV set? Сенің телевизорың қандай маркалы? Мына жерде make, what make деген қандай марка? What make is your TV set? What day is it today? Бүгін қандай күн? Қандай күн? What day? What day is it today? Осы what деген етістік наундармен келетін, есімдікпен келетін. Егер де кейбір кезде what деген есімдіксіз келеді. Мысалы, what is your favorite color? Сенің сүйікті түсің қандай? What's your favorite color? What деген nounсыз келді. What do you want to do tonight? Бүгін сен не істегің келеді? What do you want to do tonight? Which, егер де which дейтін, which деген несіз келеді? Есімдіксіз келетін түрлері. Which, noun қосылған. Мысалы, which деген қандай деген, яғни қайсысы деген. Мысалы, which train did you catch? Сен қандай пойызға мінесің? Мына жерде catch train деген пойызды ұстап алу емес, catch train деген ол пойызға міну. Which train did you catch? Қайсысы пойызға мінесің? The 8:50 or the 10:30? 9:50-дегі ме, әлде 10:30-дағы ма? Немесе which doctor did you see? Сен қандай докторға барасың деген сияқты. Осмотр жасайды сені деген сияқты. Which doctor did you see? Қай докторға? Қайсысы? Қай доктор? Dr. Ellis, Dr. Gray, or Dr. Hill деген сияқты. We use which without a noun for things, not people. Егер де біз осы which'ті есімдіксіз қолданатын болсақ, онда бұл which деген тек қана заттарға болады, адамға емес.
Which is bigger? Қайсысы үлкен? Канада or Australia? Канада ма немесе Австралия ма? Which is bigger? Мына жерде what is bigger, how is bigger деген сияқты айтпаймыз. Which is bigger дейміз. We use who for people without a noun. Ал егерде адамға байланысты болса, онда who'ды қолданамыз, which демес. Who is taller? Кім, қайсысы үлкен? Бізде қазақ тілінде қайсысы деп айтыла береді. Мысалы, which is bigger? Қайсысы үлкен? Канада ма, Австралия? Қайсысы үлкен? Джо ма, Гарри ма деп. Қайсысы. Бірақ ағылшын тілінде егерде адамға қолданатын болсаңыз, who дейсіз. Who is taller? Қайсысы ұзын? Джо or Гарри? Джо ма немесе Гарри ма? Which is taller деп айтпаймыз. Енді what or which қайсысын қолдану дұрыс болады, соны үйренейік. What'ты қай кезде қолданамыз, which'ты қай кезде қолданамыз. We use which when we are thinking about a small number of possibilities. Егер біз which'ты қолдана аламыз қай кезде, егер бір санаулы өлшем болса, санаулы нәрсе болса, үш нәрсе жайында, 4 нәрсе жайында егерде сұрақ қойып атқан болсақ, қайсысы деп. Сол кезде 3-4 болса, онда which'ты қолданамыз. We can go this way or that way. Which way shall we go? Біз мына жолмен бара аламыз, немесе мына жолмен бара аламыз. Мен екі жолды тек қана айтып тұр. Which way shall we go? Қайсысымен барайық, қай жолмен барайық? Осында 2-3 варианттар тұратын болса тек қана, онда which'ты қолданамыз. There are 4 umbrellas here. Which is yours? Мына жерде 4 қолшатыр бар дейді. Қайсысы сенікі дейді. 4 бір мөлшерлі де, сондай санаулы. Сол кезде which'ті қолданамыз. Ал what is more general. Ол деген бір сондай көп обширный нәрсеге айтылады да. What's the capital of Argentina? Аргентинаның астанасы қандай? Көрдіңіз бе? Астана деген енді Аргентинаның ішінде қалалар көп қой. 50 қала болуы мүмкін, 60 қала болуы мүмкін. Оған which деп айтпаймыз. Of all the cities in Argentina. Аргентинаның бүткіл қаласынан дейді. Скобкада бізге подсказка беріп тұр. What sort of music do you like? Сен музыканың қандай түрін жақсы көресің дейді. Міне, музыканың қандай түрі деген кезде, музыканың түрі көп болғандықтан, оған what-ты қолданамыз. Compare. Салыстырып қараңыз дейді. Мен қараңыз. Тағы да анығырақ болу үшін бізге салыстыру алып келіп тұр. What color are his eyes? Оның көзі қандай түсті? Жалпы түстер көп қой. What color? Қандай түсті? Which color деп айтпаймыз. 1-2 түсті сұрап тұрған жоқпыз. Егерде 1-2 түсті сұрайтын болсақ, онда which'ті қолданамыз. Which color do you prefer? Сен қандай түсті нетесің? Қалайсың? Prefer, предпочитаешь. Қайсысын қалайсың? What color do you prefer? Pink or yellow? Розовый ма немесе сары ма? Қайсысын? 2 түсті нетіп тұр. Егер 2 түс болса, бір мөлшерлі 2, 3, 4, онда which'ті қолданамыз. What is the longest river in the world? Әлемдегі ең ұзын өзен қандай? Әлемдегі ең ұзын өзен қандай? Жалпы өзендер көпті, сон біреуін таңдау керексіз. Көп өзендердің ішінен таңдау керексіз. Сондықтан what? Егерде бір санаулы 2-3 өзен болатын болса, онда which'ті қолданасыз. Which is the longest river? The Mississippi, the Amazon or the Nile? Қайсысын? Mississippi ма, Amazon ба, немесе Nile ма, қайсысы ұзын өзен? Тек қана 3 вариант нетіп тұр. Санаулы болғандықтан which. How'ды қарайық. How деген қалай? How was the party last night? Өткен апта вечеринка қалай өтті? Қалай болды? How? It was great. Жақсы болды. How do you usually go to work? Сен жұмысқа әдетте қалай барасың? By bus. Автобуспен барамын дейді. How? Қалай? You can use how plus adjective. Adverb. Сіз дейді how'ды adjectivepен немесе adverbпен қолдана аласыз дейді. Adjective деген білесіз ғой.
Noun'ды есімдікті сипаттайтын сын есімдер, adverb деген ол етістікті сипаттайды, ал adjective деген ол есімдікті сипаттайды. How tall деп те айта аласыз, мысалы how old деп те айта аласыз, және how often деп те айта аласыз. How often деген мына жерде adverb. Мысалы often. I often read. Мен часто, көп оқимын. Оқимынны сипаттап тұр. Қалай оқисыз? Көп оқисыз. Ал tall деген ұзын деген, мысалы tall man, ұзын ер адам. Ол есімдікті сипаттайды. Сол екеуіне де how келеді. How tall are you? Сен бойың қандай? Қандай ұзын? I am 1 meter 70. Мен 1 метр 70 дейді. Как раз менің бойым. Менің бойымда 1 метр 70. How big is the house? Is the house? Бұл үй қаншалықты үлкен? How big is the house? Not very big. Ондай қатты үлкен емес дейді. How old is your mother? Сенің мамаңның жасы қандай? She is 45. 45-те дейді. How far is it from here to the airport? Мына жерден аэропортқа шейін арақашықтық қаншалықты дейді. Қаншалықты алыс дейді. How far is it? 5 kilometers. 5 километр дейді. How often do you use your car? Сен қаншалықты жиі қолданасың машинаңды дейді. Every day. Күн сайын дейді. Күн сайын қолданамын дейді. How often do you use your car? How long have they been married? Олар қаншалықты ұзақ, қанша уақыт тұрмыста болды дейді. 10 years. 10 жыл. They have been married for 10 years. Олар 10 жыл тұрды. How much was the meal? Ет қаншалықты? Қанша тұрады? How much was the meal? 30 pounds. 30 pound тұрады дейді. Осылай how'ды қолданады. How'ды, яғни adjective'a да қолданады, adverb'a да қолданады. How tall, how big, how old, how far, how often, how long, how much деген сияқты. Осы арнайы сұрақтарды жазып алыңыздар, жаттап алыңыздар. Ағылшын тілінде көбінесе тоже сұрақ қоюға мән беріңіздер. Себебі сұрақ қою әртүрлі сұрақ қою ағылшын тілінде. Солардың әрбірін қайталап жүріп үйреніп алсаңыздар, себебі біреулермен сөйлесу деген ол сұрақтан тұрады ғой. Сұрақ қойып үйреніп алсаңыз, біреумен ағылшынша сөйлеуге де жеңіл болады. Егер де осымен сабағымыз бітті. Егер де ұнаған болса, лайк басып қойыңыздар, қолдаңыздар, барынша қолдау жасаңыздар. Маған да бір мотивация болады. Және де комментарийлар, егер де түсініксіз сұрақтар болатын болса, түсініксіз мәселелер болатын болса, сұрақтар қойыңыз. Лайк басып қойыңыздар. Жақсы, келесі сабақта кездескенше, иншалла.